Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-кен кәсіпорындарының құрылыс пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Өткен үшінші дәрістің кіріспе бөлімінде бірінші тақырыптың тау-кен кәсіпорындарының құрылысы және жобаландыру жөнінде жалпы мәліметтердің екінші тақырыпшасына тау-кен кәсіпорындарының құрылысын жобаландыру принциптері, кәсіпорындардың құрылыс кезеңдері және сатыларын қарастырды. Бүгінгі төртінші дәрісте кіріспе бөлімінің бірінші тақырыбының тау-кен кәсіпорындарының құрылысын және жобаландыру жөнінде жалпы мәліметтердің үшінші тақырыпшасын жобаларды құрастыруға арналған алғашқы және нұсқалық материалдарды жобаларды құрастыру тәртібін қарастырамыз. Жобаларды құрастыруға арналған алғашқы және нұсқалық материалдар. Бірінші қарайтынымыз жобалауға тапсырма. Көмір шахтасын салуда немесе қайта құруда жобалау тапсырыс берушімен берілетін жобалауға тапсырма негізінде жүргізіледі. Жобалауға тапсырма жобаны бекітуші сатымен бекітіледі. Жобалауға тапсырма саланы дамыту және экономикалық аудандар бойынша орналастыру сызбасына сәйкес құрастырылады. Жобалауға тапсырмада шахтаның атауы, жобалауға негіздеме, құрылыс ауданы, қорлары бар алғашқы геологиялық материалдар, болжалдың қалыңдығы. Энергия, су көздері, көмірді тұтынушылар, жобалау сатылары, күрделі салынымның және негізгі техника экономикалық көрсеткіштер бағдарлар мөлшерлері. Сондай-ақ негізгі технологиялық процестер және жабдықтар, құрылыс мерзімдері және тағы басқалар көрсетіледі. Алғашқы геологиялық мәліметтер. Шахтаны жобалау үшін жобалау ұйымда жобалау объектінің геологиялық, гидрогеологиялық, геологиялық, топографиялық және басқа жағдайын сипаттайтын жан-жақты деректер болуға тиісті. Бұл деректерді тапсырыс беруші геологиялық барлау жұмыстарының негізінде беріледі. Кен орнын толық барлау негізінде геологиялық есеп құрастырылған, ал қорлар мемлекеттік қорлар бойынша комитеттер бекітілген. Жобалау ұйымы геология есептерді және мемлекеттік қорлар бойынша комитет материалдарын толық зерделеуді және осы материалдардың шахтаны жобалау мүмкін анықтайды. А, В және С санатты қорлардың ара қатыстары сәйкестігіне байланысты жаңа шахталарды жобалауға рұқсат етілген. Нұсқалық материалдар және маңызды құжаттар. Шахталарды жобалау, халық шаруашылық кәсіпорындарын жобалау бойынша заңнамаға республика министрлер кеңесінің қаулыларына, мемлекеттік комитеттердің нұсқауларына, сондай-ақ әртүрлі ұйымдар мен министрліктердің өкімдері мен нұсқаулықтарына сәйкес жүргізіледі. Негізгі құжаттар санына мыналарды жатқызуға болады. Мемлекеттік құрылыс бойынша комитетпен бекітілген тау-кен өнеркәсібі объектілерінің құрылысы бойынша жобалар мен сметаларды құрастыру жөніндегі нұсқаулықтар. Көмір өнеркәсібі министрлігімен бекітілген көмір шахталарын, тілектерін және байыту фабрикаларын техникалық жобалаудың негізгі бағыттары жөнінде және нормалар жөнінде мәліметтер. Өнеркәсіптік алаңды таңдау бойынша нұсқаулар, жер және кен иеліктерінің жобаларын құрастыру жөнінде нұсқаулар, көмір өнеркәсібі дамытудың негізгі технологиялық бағыттары, үлгілік жобалар каталогтары, материалдар мен бұйымдар стандарттары, баға тізімдері, смета нормалары, баға қою, баға көрсеткіштері, меншікті күрделі салымдардың нормативтері, сондай қауіпсіздік ережелері және техникалық пайдалану ережелері және тағы басқалар қарастырылады. Бұл құжаттарда көмір өнеркәсібі объектілерінің жобаларын қойылатын талаптар, жобаны құрастыру тәртібі, көлемі мен оның мазмұны және жобалау нормалары және көмір саласының жақын жылдарда дамытудың негізгі техникалық бағыттары анықталынады. Жобалар көмір өнеркәсібі министрлігі бекіткен эталонға сәйкес әзірленеді. Ұсынатын әдебиеттер.
Тау-кен кәсіпорнының құрылысы пәні Қазақстан Республикасы және Білім ғылым министрлігі бекіткен оқу орындарының студенттеріне оқулық ретінде ұсынылады. Авторлар Қамар Айдарова, Қарағанды қаласы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы 280 беттен тұрады. Сондай-ақ жер асты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі ұсынған оқулық, авторлар Қамар Әбеу, Қарағанды баспасы 2023 жыл 253 беттен тұрады. Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, Қарағанды қаласы, Қарағанды техникалық баспасы 2021 жыл 39 бет, автор Қамаров. Бүгінгі қарастырылған кіріспе бөлімде бірінші тақырыптың тау-кен кәсіпорындарының құрылысы және жобалаудың жөнінде жалпы мәліметтер, үшінші тақырыптасы жобаларды құрастыруға арналған алғашқы және бастапқы материалдар, жобаларды құрастыру тәртібіне қарастырылды. Дәріс аяқталды. Келесі кіріспе бөлімде бірінші тақырыптың тау-кен кәсіпорындарының құрылысы және жобалардың жөнінде жалпы мәліметтердің бесінші тақырыпшасы жобалау жұмыстарын ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғауды қарастыруларымыз. Назарларыңызға рахмет.